рухани байлыққа. Оған қалай жетеміз, оған білімді қайдан алуымыз керек, ғылымның өріне қалай шығуымыз керек, жастарымыздың мамандыққа қалай бару керек. Әлемдік дүниеге біз тек қана қазір кейбір газеттерде кейбір жерде жазып жүргендей тек сауда ғана, кәсіпшілікпен ғана біз көтеріле алмаймыз, жете алмаймыз. Оның барлығы тіршілік үшін керек. Қазір оған үйретуіміз керек, бағуымыз керек. Бірақ халықтың бейнесін, халықтың өресін әлемдік дүниеге жеткізетін тек рухани байлығы, мәдениеті. Сансыздығыменен өтірігі жоқ. Өтірік іздеп әуелеудің қажеті жоқ. Не айтса да бәрі шындық. Адал жүріс-тұрысының өзі адалдық. Кім екен? Біріншіден абзал азамат, екіншіден тамаша журналист. Журналист болғанда да қоғамның алдында